Бүгіра Гүлсой толық өмір баяны. Туған жылы мен жері 1982 жылы 22 ақпанда Түркияның Анкара қаласында дүниеге келген. Білімі мен ертең мансабына келсек, Кипрдегі Шығыс Жерорта теңіз университетінің сәулет факультетін тәмамдаған. 13 жасында алғаш рет театр сахнасына шығып, актерлікке деген қызығушылығы оянған. Кейін Бахчешехир университетінде актерлік шеберлік бойынша магистр дәрежесін бітірген. Магистр дәрежесін алған екен. Кино мен телехикаядағы мансабы ең алдымен Бүгіра Гүлсойдың актерлік мансабы 2004 жылы қысқа метражды трио фильмінен басталған. Оның танымалдылығын арттырған негізгі телехикая Кузе Гүней 2011-2013 жылдары Гүней Текин оғлы рөлін ойнаған екен. Снова любовь 2015 жылы басты кейіпкер Фатих рөлін сомдайды. Және менің қызым 2018 жылы Демир Көктүрік рөлін сомдайды. Сонымен қатар Азизе 2019 жылы Картал Алпан рөлін сомдайды. Және Ояну ұлы Селжүктер 2020 жылы Сұлтан Мәлік Шах рөлін сомдайды. Жеке өміріне келсек, 2011 жылы актриса Борджу Карамен үйленген, бірақ 2012 жылы ажырасқан дейді. Ал 2018 жылы қайта басқа біреумен Нилуфер Гүрбүрзе деген кісімен арақатынас бастап, онымен үйленіп, 2019 жылы ұлдары дүниеге келді дейді. Бірақ 2023 жылы бұл арақатынас тоқтайды, яғни ол Нилуферден ажырасады. Сонымен қатар ол тек қана актер емес, сонымен қатар жазушылықпен де айналысады. Яғни алғашқы ақырзаман, екінші ақырзаман, сонымен Ай атты романдары жарық көрген. Архитектор, графикалық дизайнер және фотограф ретінде де танымал. Бүгіра Гүлсой қазіргі таңда кино мен театр саласында белсенді жұмыстарын жалғастырып, жанкүйерлерін жаңа жобалармен қуантып, оны да жалғастыруда. Сіз Бүгіра Гүлсойды қай сериалдан танисыз? Комментарий бөліміне жазып кетіңіз. Келесіде қай актер туралы ақпарат алғыңыз келеді, оны да жаза кетсеңіз болады. Арнаға тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыз.